Мархабат, Бақытжан Көпбаев ақпараттық агенттігі. Бақытжан Қонысбайұлы. Ассаламалейкум, Құмар мырза. Ассаламалейкум, әріптестер. Құмар мырза, қазір мынау сіздің баяндамаңызды көріп отырып, мен өзім Шымкенттен келіп отырмын. Өзім бір дән риза болып қалдым. Президентіміздің Қазақстанды индустриализациялау деген саясатын бірден бір түсінген және оны іске асырып отырған әкім өзіңіз бе деп қалдым, шынын айтсам. Ризамын. Рахмет. Енді сұраққа келсем, мынау жаңағы ұсақ-түйек сұрақтарымды қоя алмай қалып тұрмын ғой, мынандай істелінген жұмыстан кейін. Бір жылдай болып қалды, сұрағым келіп жүрген еді сізден бір сұрақты. Осыдан бір жыл бұрын Түркістан облысында транспорт министрі Марат Қарабаев және облыс әкімінің орынбасары Зұлпықар үшеуміз әңгімелесіп қойдық. Марат өзіміздің оңтүстіктің жігіті ғой. Сонда мен айтқан едім, Марат, транспорт саласындасын, неге осы жаңа Кия болсын, басқа болсын өндірістерді оңтүстікке неге әкелмейсің, жұмыссыздар көп қой дегенде Мараттың айтқаны бар еді. Бәке, мен алып келіп берем. Міне Зұлпықардың сонда көзінше айтып тұр. Егер мыналар ұстап қаламаса, енді Құмар тартып алып жатса, мен не деп айтамын? Егер мыналар тартып аламаса, Құмар, соны сұрайын дегенім, Құмар аға, қандай ұсыныс жасадыңыз? Қалай бұны өзіңізге игеріп алдыңыз? Неге олар ұстап қаламады да, сіз ұстап қалдыңыз? Рахмет, Бақытжан мырза. Ең біріншіден президенттің тапсырмасына сай бұл жұмыс жүргізілуде. Сондықтан барлық сұрақ жаңағы сол қолдау ол президентке байланысты болып тұр. Және де үкіметтің қолдауы. Нәтижесі жаңағы сол Қостанайға ірі инвестиция жобалар тартып жатқанымыз да сол. Дұрыс қой. Енді мен жаңа риза болып жатқаным былай ғой, Құмар мырза. Барлық жерде парк болсын, сквер болсын, не ашып жатса да, комментарийде жазып жатқан қарапайым халық, оны не қыласын, ашқан заводыңды көрсетсе, фабрикаңды көрсетсе деп айтып жатады. Яғни ұялмай міне жұмысыңызды көрсетуге болады деген. Енді екінші сұрағыма көшейін. Әкім мырза, мынау мен өзім оңтүстіктен болғаннан кейін, сіздердің осы 500 мың, 600 мың гектар жерлерді қайтарғандарыңыздан хабардармыз. Сондықтан оңтүстіктен бос жаққа сізге кетіп бара жатқанын біліп, көбісі кәсіпкерлер сұрап еді. Біз оңтүстіктен сол Қостанай облысына барып 5000 бастық, 6000 бас малдық атқорым ферма ашсақ деген ойларымыз бар дейді кәсіпкерлер. Сор жерлеріңізді жаңа қайтарған жерлерден алуға мүмкіншілік бар ма сондай кәсіпкерлерге? Ол жерлер аукцион арқылы сатылады ма, аукционға салынады ма, әлде конкурс арқылы беріледі ме? Берілген кезде олардың документтері қаншалықты шапшаң іске қосылады екен? Соны сұрайын. Өте дұрыс сұрақ. Мен оны ылғи көтеріп жүрем. Мал шаруашылығы саласын бізде біраз потенциалы бар. Солай емес пе? Әсіресе торғай жерде. Сондықтан жан-жақтан кәсіпкерлерді малмен айналысыңдар, осы жерге келіп жұмыс істеңдер деп ылғи шақырып отырамын. Былтыр біз 800 мың жуыққа жерді жаңағы сол жайылым жерлерден үкіметке қайтардық. Биыл 500 мың. Сол енді қайтарған жерді міндетті түрде аудан комиссиялары жаңағы сол конкурс дейді, аукцион емес, конкурс. Конкурс арқылы жаңағы сол малмен айналысамын деген азаматтарға береді. Келіп жігіттер конкурске қатыссын, міндетті түрде ол беріледі. Осы кен байтақ жеріміздің бос жатқан жерді пайдалану керек. Тіпті жаңағына айтып кеттім ғой, 1%-пен біз несие беріп отырмыз. Тек қана жұмыс істесе қолдаймыз. Яғни мен оңтүстіктегі жігіттерге айта аламын ғой. Айтыңыз. Конкурс әділ таза болады деп па? Олар да қазір естіп жатқан шығар. Естіп отыр, соны қарап отырғанда. Рахмет. Нұркезет, қазақ редакциясы, Ләззат ханым, қайырлы күн. Саламатсыз ба, дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Қостанай облысындағы Заречный мекемесінің 200-дей жұмысшысы 10 ай жалақы алмаған туралы ақпарат болды. Сіз жеке өзіңіз жұмысшылармен кездестіңіз бе? Жағдай қалай шешілуде? Жалпы бұл зауыттың болашағы бар ма? Қандай зауыт, басын естіпей қалдық, Ләззат ханым? Заречный мекемесі. Заречныйдегі ол опытный станцияның жұмыс істейтін азаматтардың жалақысы ғой.
иә, опытный станциядағы өкінішке орай осындай жағдайлар бар, ол факт. Бүгінгі күні 150 миллион көлемінде берешегі бар жалақыдан. Жуырда ғана министрліктің өкілі келіп, кездесу өткізіп, басшылығы сол опытный станцияның басшылығы жұмыстан шығарылды. Енді бұл опытный станция ол бізге қарамайды. Ол біріншіден ауыл шаруашылық саласының, ауыл шаруашылық министрлігінің қарамағында. Бірнеше ретте министрлермен және де вице-министрлермен әңгіме көтерген едік. Бірнеше ұсыныстарымыз бар. Енді шешім қабылдайтын жаңағы сол министрлік. Ләззат ханым. Жақсы, екінші сұрағым бар. Кеше Қостанайда сырғанақтан бірнеше бала жарақат алған белгілі болды. Екі қыз есінен танып қалған. Ол жерде құтқарушылар болмаған ба? Қазір ол жер жұмыс істеп тұр ма? Жалпы Қостанайда қанша қысқы сырғанақтар бар? Оларды салуға қанша қаражат бөлінді? Мен кешегі болған оқиғаны да оқыдым. Екі қыз бала бір больницаға түсіп қалғанын да естідім. Таңертең қала әкіміне тиісті тапсырма беріп, тексеріп алуымыз керек. Қауіпсіздік мәселелері сақталды ма? Қауіпсіздік мәселені дұрыс қауіпсіздік мәселеге қауіпсіздік талабына сәйкес сырғанақ жасалынды ма деген қазір тексерілетін болады барлығы да. Ләззат ханым. Менде жаңағы осы сұраққа ары қарай дополнение. Сырғанақтар, қанша сырғанақ бар Қостанайда және қанша бөлінді сырғанақтарды жасауға? Сырғанақтардың қаншасы толығымен мен айта алмаймын. Сізге әлі біразы істелініп жатқан сияқты, бюджеттен қаражат бөлінген жоқ. Әріптес толық ақпаратты сізге жауап берсе жазбаша, иә? Жарайды, рахмет. Рахмет. Бесмедиа, Михаил Мутуз. Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня один вопрос про Костанайский аэропорт, который включен в комплексный план приватизации. В этом году его трижды выставляли на торги, их признали несостоявшимся. И что будет теперь, если планы по реконструкции, смене собственника или исключении из списка приватизации? На самом деле торги были, аэропорт, он был включен в план приватизации в 2020 году. Торги проводились 3 раза, кстати, вот последние торги были буквально на днях, и торги не состоялись. То есть аэропорт города Кустаная, он остается в коммунальной собственности. Торгов больше не будет. Касательно аэропорта, хотел бы также еще добавить, что там проводилась большая работа по модернизации его. В этом году и в прошлом году очень много работы было проведено. Дополнительные места для стоянок самолетов в зависимости от размеров самолета, типа самолета. Мы можем сейчас принимать дополнительно, и на площадке могут от 2 до 7 самолетов стоять. Плюс на 30% увеличена площадь аэропорта. Уже хороший современный зал вылета и прилета он организован. Раньше, кто был, он видел, в каком состоянии был зал прилета. Теперь мы идем дальше. И, значит, там часть аэропорта, порядка 800 квадратных метров, долгие годы не эксплуатируется. Есть знаменитая лестница, упирающая в стену, лестница в никуда. Многие годы назад, значит, об этом средства массовой информации писали, фотографии показывали. Получился такой мем своего рода. На 2-й этаж лестница поднимается, упирается в стену. Так вот, мы будем раскрывать, и вот эти 800 метров квадратных, они будут тоже восстановлены для того, чтобы был полноценный зал международных вылетов. Это вот работа, которая запланирована. Мы будем эту работу продолжать. Надеюсь, что в следующем году, может, в конце мы ее закончим.